Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу-алейкум, құрметті көрермен. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Уалейкум ассалам. Бауырым, бүгін келіп қалған екенсіз. Астанаға қош келдіңіз. Рахмет. Қазір сағат 11 түн. 5 қараша. Ертең таңда жол жүресіз. Сондықтан асығыс болып осы сұхбат жазып жатырмыз. Қош келдіңіз Астанаға. Жолыңыз болсын әрқашан. Жақсы. Қандай мақсатпен келдіңіз? Енді лауазымыңызды, өзіңізді жұртқа таныстырып кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Ассаламу-алейкум. Барша көрермен, тыңдарман, осы Айболат ағамызды тыңдап жүрген өздеріңізге сәлем бердік. Мен аты-жөнім Табиғат Әлібекұлы болам. Енді бұл Астанаға келуіміз қазақ билер алқасының жиналысы болды. Айтқанда алқа мүшелерін толықтыру деген сияқты жиналыс болды. Кеше, бүгін 2 күн. Сондай. Нешестіңіз жиналыс болғанда деген кезінде айтып кеткендей ешкімге керек емес жиын болады деген қойған жоқ па? Сондай болып кетпесін еді. Мүңкө бидің күнде бас қосқан жиын болады. Ешқандай халыққа пайдасы жоқ. Содан Құдай сақтасын. Құрамалы қорған ұйым болады деген сияқты ма? Енді одан Құдай сақтасын. Енді елге, жерге пайдасы тиеді деген үлкен сенімдеміз болашақта. Сол үшін әрине жиналыс болу керек. Жақсы адамдармен кеңес құру керек. Өйткені кеңеспен пішкен тон келте болмайды ғой. Солай. Осы сіздің алдыңызда Баспи Ермек Албанмен сөйлесіп едік. Сонда комментарияда да біраз әңгімелер кетіп жатыр. Бұлар не бітіріп жүр? Қандай іс атқарып жүрген? Не істеді? Не істеп жатыр деген сияқты. Өйткені халықты сенім жоғалтып алды халық. Сенім жоғалтып алды. Жалпы өте төмен сенім халықта. Қандай ұйым болса да. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз өте керемет болды. Шынымен де көбісі қазақ билер дегенді ұмытып қалған. Би дегеніміз зады кім? Соған тоқтала келсек, би дегеніміз бүкіл қазақтың күнделікті өміріндегі ұшырайтын мәселелерді шешкен, үлкені мемлекет басшысына қанға дейін кеңес берген. Кезінде би батырда болған, ақын болған, заң болған, сот болған. Бірақ қазір біз ондай жұмыс жасай алмаймыз әрине. Өйткені заң бар, сот бар. Бірақ қазіргі билердің мақсаты не? Қазіргі билердің мақсаты біздің жоғалып баратқан салт дәстүрімізді, ғұрып әдеттерімізді, ұлттық мінезімізді, қазақ тілін соларды қалпына келтіру. Онан да маңыздысы не дегенде қазақты қайта ояту. Қазақ әзір бір дүбәрә халыққа айналып бара жатыр да. Өз тілінде сөйлемейді. Өзінің дәстүрін білмейді. Ешкім тыңдамайды. Мысалы, үлкенді кіші тыңдамайды. Үйдегі әйелі, қатыны байын тыңдамайды. Баласы әкесін тыңдамайды. Тіпті жалпы ел, халық басшыға бойсынбайды. Бір басшын тыңдап, елдің ақсақалын тыңдап, бір сөзге құлақ асатын адам азайып бара жатқан дәуір болғандықтан, сол заман, сол дәуірдің сұранысы бойынша қайта қазақ билерін тірілту, қазақ билерінің рухын оятуға қажет болды. Сол үшін осы қазақ билер алқасы құрылып жатыр. Жалпы жоспарыңыз қандай? Қандай пайда келесіз қазір? Қарапайым халыққа. Енді жаңағы сіз Ермек Албан деп айтып кеттіңіз. Ермек Албан бас биіміз биыл 3-ші реткі осы республикалық билерді сайлау болды. Енді бұл жерде мысалы бас би тек билер алқасының шығарған шешімін жариялайды. Би мысалы би болсын, төраға болсын, өзі біліп еш нәрсені шеше алмайды. Өйткені біз дара билеуден шаршаған халықпыз. Бүкіл дара билік 30 жылдағы нәтижесін көріп отырсыздар. Оны біз айтпасақ та ел түсінеді. Бізде демократиялы билер алқасы жалпы ұйым ақылдасып бір мәселені шешеді. Қандай мәселе?
жер дауы, жесір дауы. Мысалы, ел ішіндегі қыл-қысқасы ағайынды екі жігіт ұрысып қалуы мүмкін. Бірақ ол сотқа бара алмайды ғой, дұрыс па? Екі ерлі-зайыпты ажырасуға дейін барады. Енді бұны қайткен, осы ауылдың билері қазір шешіп істеп жатыр. Су мәселесі мысалы оңтүстікте көп болады. Мысалы өзбек бауырларымыз бен қазақ бауырлар арасында суға таласу, жерге таласу, осылардың барлығы әзір шешіліп жатыр жай-жайымен. Біздің жоспарымыз не дегенде, жоспарымыз осы көз алдағы үлкен жоспарымыз, қазір билерді ешкім білмейді. Білмейді. Олар қайдан шыққан билер дейді. Бұларды кім сайлады дейді. Ал енді мен өзім би емеспін. Мен сол билер алқасына жұмыс жасап жүрген адаммын. Енді қараңыз. Енді біздің болашақ жоспарымыз қалай? Біздің жоспарымыз қазір біз әділет министрлігінде білесіз? Әділет министрлігіне тіркеліп, заңды республикалық қазақ билер алқасы деген құжатымызды алдық. Құжатымызды алдық. Сонымен республика бойынша 20 аймақ бар. Қазақша аймақ дейді, орысша облыс дейді. 17 облыс, 17 аймақ, 3 қала бар, үлкен қала. 20 орыннан қайту керек, 20 бөлімшесін ашу керек, филиал дейсіздер. Соны ашамыз. Соны ашқаннан кейін ол жердің заңды төрағалар болады. Одан сол жердің өзінің алқа мүшелері, билердің топтасқан мүшелері бірлесіп, өздерінің билерін сайлайды. Мысалы, екі аққуға бір басшы дейді ғой, сол сияқты би сайлайды. Сосын ауданның билерін сайлайды. Ауданның билері ауылдың билерін сайлайды. Енді бұл жердегі мақсат не? Бағдарламамыз бар ғой. Оны біз бағдарламамыз біздің билер алқасының жарғысы бар. Енді қараңыз, бұл жерде біз билікке таласайық, бір саясатқа араласайық, болмаса діни мәселелерді көтерейік деген бізде ой жоқ, ондай күш қуат та жоқ. Біздің мақсатымыз қазақтың тілі, дәстүрі, салт санасы. Жалпы қазақты өзіне қайтару. Мысалы, қазақ бұрын қалай болған? Қазақ бір сөзге тоқтаған халық. Бір ауылда бір ақсақал айтады, бүкіл барлық адам соны тыңдайды. Қазір тойыңыз бұзылған. Дұрыс па? Бәрі бұзылды. Қыздарымыз шетелге кетіп жатыр. Ал қызға қыз той жасап жатыр, бір жынысты. Ол мен ұл сүйісіп отыр көшеде. Ажырасу деген ол. Жетім жесір деген жетеді. Жұма намазға барсаңыз, жылаған бала, жылаған әйел, жесір әйелдерден жүрегіңіз жылайды. Бізде мәселе көп па? Көп. Осы мәселелердің барлығын өкімет шешеді, заң шешеді, сот шешеді деп отырған, ол дұрыс емес. Оны бүкіл осы елдің азаматтары шешу керек. Сол үшін қазақ билер алқасы құрылып, осыны жайлап жүйеге салып жатырмыз. Соған барша сұрақ қойған ағайындарға рахмет. Әрине сұрақ қою керек, қарсы пікір айту керек, оның бәрі қалыпты жағдай. Үндемей, ой болса болды деп немқұрайды жүрген адам ең жаман. Я қарсы болу керек, я қолдау керек. Ал осы уақытқа шейін аз уақыт әрине. Не істедіңіз? Осы уақытқа дейін, мысалы, осы уақытқа дейін біздің істеген нәтижелеріміз, біз 20-шы жылы, 19-шы жылдары жаңағы карантин кезінде WhatsApp арқылы біз сол WhatsApp'та ғана WhatsApp батыр болып жүрдік қой, айғайлап елге жерге жұмыс жасау керек деп. Сөйтіп, ол кездесек деп 2021 жылы 1-ші республика бойынша қазақ билерінің жиналысын өткіздік. Әркім өз қалтасынан ақшасын шығарып, ғайыбірен 40 шілтен деп Түркістан облысында әулиелердің мекенінде ырымдап бас қостық. Екінші рет Шымкент қаласын ұйымдастырумен қалалық билердің Ақшатыр деген жерде өткіздік. Оған бардыңыз ба? Жоқ. Барған жоқсыз, Ал үшінші рет осы бір жылда бір аймақта болып тұрады. Мысалы, келер жыл Астанада болады. Ал биыл үшінші жылы, 23-ші жылы біз Алматы қаласында өткіздік. Өзіңіз білесіз, үлкен қазақ киіз үйде болды. Ал енді қысқаша біздің билердің істеп жатқан нәтижелері болса, халыққа қандай пайда келді? Халыққа қараңыз енді. Мысалы, Жетісу облысымыз Талдықорғанды білесіз ғой. Талдықорғанның Кербұлақ ауданында біздің Жетісу облысының аға биі бар. Болатбек деген ағамыз, осы билер алқасының несімен сайланған. Ол кісілер бұрында бидің жұмысын жасап жүрген. Кейін бізбен де бірлесіп,
мысалы бір жүйеге түсіп деген сияқты. Сонымен анау әкімдердің, аудан әкімдерінің жемқорлық мәселелерін олар әшкерлеген, жаңағы көше автобустары бұрын негізі бөлінген, бірақ келмеген ауылға, аудандарға. Сол автобустардың бәрін әзір жүргізген, сол билер айналып келген. Ал мысалы Түркістанда, Шымкентте бір мысал айта кетейін. Мысалы Түркістан облысы Төле би ауданында ағамыз кәдімгі асфальт жол бар ғой, ауылдың жолдарын салғызып, өкіметтен бөлінетін қаржыларды мысалы өз орындарына қойып берген. Бұл жерде билер не істеп отыр? Билердің істеп отырғаны жоғарыдан ақша бөлінеді. Бірақ соны тектеп, соны тексеріп, мынау қайда, анау қайда деп сұрайтын адам жоқ. Көрдіңіз ба? Осы жұмыста әзір билер қадағалап, соны бақылап отырған ұйым, осы билер алқасы әзір ауылдарда. Негізі мен білем, не істеп отырған. Мен ана көрермендер естісін деп отырғаным. Шығыста үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Ақтөбе облысында Нұрлан ағамыз жұмыс атқарып жатыр. WhatsApp-ымды қарап отырмын, байқап отырмын. Жалпы мен көрермендер естісін деп отырғаным ғой. Дұрыс. Енді мен сізге ризамын. Сізде жалынды жігіттер осы билер кеңесінде болғанына шүкір деймін. Енді өзіңді таныстырып кетсең, қай өнерден келдің, қай жақтың тумасың, нешінші жылғысың, не айтпақшы? Қай жыл туғансың? Қайсың ғой? Сиырмын, сиыр. Сиырсың ба? Сиыр қайдам? Бұқа десем. Бұқа болғанда мынандаймын. Керемет. Не ғой? Сиыр жылы, 85-ші жылғымын. Сиыр жылғысың. Бұрында айтып жүрмін ғой, билер жиналысы. Мен Алтайдың ар жағынан келген жігіттім. Сөзіңізден байқадым. Жалпы мен мына сөзге қарсымын. Мынау Қытайдан келді деген сөзге мен Қытайдан келген жоқпын. Мен қазақтың жерінен келдім. Нағыз түркінен келдім. Мынау бүкіл қазақтың, бүкіл түркінің ата қонысы Алтай. Алтын Алтай. Осы Алтын Алтайды қазақтар мекендеген төртке бөліп тастаған ғой. Ресейде жартысы қалды. Бір пұшпағы Қытайда қалды, бір пұшпағы Монғолияда, бір пұшпағы мынау Катон қарағай дейсіздер ғой. Ол Катон қарағай емес, ол Қатын қарағай ол аты. Ол Алтай. Ал қараңыз, мен сол Алтайдың ар жағының жігітімін. Менің оқыған мамандығым кино режиссері. Мен кинодраматургпын. Кино шығаратын болдық. Мен кино режиссерлігін бітіргем, бірақ онымен айналыспай, өзім жеке кәсіппен айналысым, бизнес дейді ғой. Сол өзім жеке кәсіппен, бизнеспен айналысқалы 15 жылдан асты ғой. Жеке компания ашып, сол жақта Үрімжі қаласында жұмыс жасағам, көптеген өзім шәкірттерім болған. Режиссерлікті сол қосымша алып жүрдік десем. Қазір қалды ма? Әзірше қалды, бірақ болашақта Құдай қаласа оны ойда бар, істеу керек. Менде де сол Құдайға шүкір бар деп жүрмін. Кино сценарийлерім бар, енді ойлауын енді болашақта. Сендер жасаңыз, біз жасаймыз ғой. Жақсы. Табиғат, бауырым. Кейде деген көрермендерді жазатта, осы жүргізуші қыстырылысып отырады деп. Сөзін бөлмей, шақырған қонақты сөйлетпей деп. Кейде сұрақта сөзін бөліп дейді. Мен құрметті көрермен, бұл билер кеңесі болсын, рухани жағы болсын, маған қызықты болғасын, бұл тақырыпты мен адамдар шақырам, және де өзім қосатыным болады да. Сол тақырыпты ашуға, бірін-бірімізге толықтырып отырға, кейде сөз қосып отырам да. Енді сол өзімнің ойымды қосайын деп отырмын. Ал болашақта билер болып, қазір мысалы, билерді кім сайлады түсінбейді адамдар. Мен соған бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Алдында да айтқанмын, ести берсін адамдар. Біздер Жетіатадан кезінде Совет үкіметі уақытында Жетіата тарадай шашылып кеткен. Соны Құдайға шүкір, біздер сол Жетіатаны қостық басын. Қосып, арамыздан белсенді, беделді ағамызды сайладық. Енді сол басшы болды, би болды дейік. Би болды. Мен ойлап отырмын, осыны бір енгізсек, бүкіл Қазақстан бойынша жетіаталықтар бас қосып, өзінің арасынан бір беделді адамды сайласа,
солар деген барып рудан кейін облыстан, сонда ғана мына жаңа кеңеске, билер кеңесіне ақылдылар жиналады, және адамдар тани біледі, өздері сайлап отырған. Және де бұл онда жеті ата деген ол тектілікке жалғаны ғой. Бұл жақта деген рухани баю. Ондай жеті аталықтар жылына бір рет, 3 жылда бір рет сонда құрылтай жасап тұруға мүмкіндігі бар, жасау да керек. Ол пайдалы қазаққа. Ұлттық кейінгі келсін ағайындылар ғой олар. Бірін біледі. Осыны енгізу керек сияқты болашақта. Қалай ойлайсыз? Дұрыс. Өте керемет ой. Мен оны құптаймын. Енді қазақ айтады елдер, қырық ұруға бөлінген дейді, әрине. Қазақ ұруға бөлінбейді. Қайта қазақ ұрудан құралады. Қазақ айтады, жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі дейді. Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер дейді. Жеті атасын білмеген дейді, құлағымен жағын жер дейді. Көрдіңіз ба? Сонда жеті ата деп отқанымызда, жеті атаға толмай қыз алыспайды. Бір, жеті атаны бабаларымыз қайткен, ұрпақтарына айтып отырған. Сенің атаң бәленпай, оның атасы бәленпай болған, бай болған, оның атасы би болған деп қайткен, ұрпақтарға құйып отырған. Өйткені бұрын заманда жазусыз хабар болмады, бірақ бізде ауыз әдебиет дамыған. Қайткен құйма құлақ шешендер, билер болған. Соның бәрін қайткен жаттап отырған. Бұл болашақта біздің билер алқасы бір жүйеге түскен кезде жаңағы сіздің идеяңыз бойынша қосуға болады оны. Және ұру билерін де қосуға болады. Біз одан қорықпау керекпіз. Қазақ ұрудан тұрады. Әрине өзінің қанын жақсы көреді, өзінің ұруын жақсы көреді. Бұрын қазақ жау келгенде сол ұруларының, батырларының атын атап, қайткен аттандап жауға шапқан. Өзінің ұруының батыры сол елдің ұраны болған. Сөйтіп бір елді, бір батыр, бір би, бір шешен, бір көсем қайткен, бүкіл қайта ұруды алып жүрген болатын. Қазір өкінішке орай біз ұрумен отырмаймыз. Біз әзір қырық ұру болып отырамыз. Басқа заман. Басқа заман. Бізде әзір мысалы наймандар бір бөлек, керейлер бір бөлек, кіші жүздер бір бөлек болып отырған жоқ қой. Бәрі араласып отырғандықтан сәл қиын басқару. Егер бұрынғы сияқты ұрумен, уышсең ұрумен деген сияқты ұрумен отырғанда оны басқару оңай болатын еді. Ол кезде жаңағы түрлі зина, зорлап кету. Көрдіңіз ба? О болмайтын еді. Өйткені бір рудағылар бір-бірінің қарындасы, бірінің әпекесі, бір-бірінің бауыры, көрдіңіз ба? Бірін-бірі қайтқан бір үйдің адамы сияқты ойлайды. Қазір қырық ұру болғасан қалай маққан адамдар болғандықтан қайтеді, жаңегінде қылмыстар, зорлау, сәбилерді зорлап кету деген содан болып жатыр әзір. Сондықтан біз ұрудың дұрыс жағын пайдалансақ, береке бірлікке шақыратын, бас қостыратын жағына пайдалансақ, ол керемет ол. Сол жеті атаға жалғанудан бәрі басталады. Жеті атадан ажырағаннан мына балада, жаңа голубойларда бәрі сол балиден шығып жатыр деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ал енді келесі мәселеге көшейік. Осы Алматыда барғанда ұраншы Бақытжан ағамыз бір сөз айтып еді, сол ұнап қалды. Қазір бізде биге жоқ, біздің арамызда би. Ешкім қазір лайық емес. Осыған шүкір деңіз дейді. Ол сөз ұнап қалды да. Расында байқап отырсақ, енді деген біздер қарапайым қазір осы көшеде қарапайым адамдармыз ғой. Біздер биге әлі дәрежеміз ондай Төле би, Қазыбек биге ондай дәреже жоқ. Әйтеке би емес. Енді бір мектеп бола ма екен, бір ұйым бола ма екен, сондай билерді кішкене дайындайтын, тәрбиелейтін. Өткен деген ана рулардан, облыстан жиналған билерді сондай бір мектептен өткізсе. Менде бір не бар, тағы да айтып кетейін, айтып отырмын, қосқатыным бар. Мен кезінде бір суретші бардым, Бақтыбай Талқынбаев деген ұлы суретші Қазақстан бойынша. Кеше ғана телефонмен сөйлестім. Сонда суретші болғанда ол қарапайым суретші емес, ол жаңағы сурет арқылы аруақ шешен жағынан, әке жағынан, өзін жағынан квадрат сурет салдырады.
ішіндегі қаралықты шығарады, адамды тазартады, аруақта өзіңді таныйсың, кәдімгідей жанарасың. Сондай мектепке баруға болады, билер өтуге. Бірақ оны деген біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Негізі сондай бір зираттап, әулиелердің басына апарып, қазақшылыққа келіп барып, сондай бір билер қылу керек сияқты, бір мектеп керек сияқты. Енді қараңыз, биді біз қазір қараңыз, биді сайлап жатырмыз, негізі қазақтың тарихында би сайланбаған. Би өзінің өнері арқылы, шешендігі арқылы, тапқырлығы арқылы қайткен халық жағынан мойындалған. Мысалдар көп қой. Мысалы Төле бидің жаңағы екі әйелдің балаға таласып қалған кездегі мәселесін шешкенін естіген бе едіңіз? Мысалы біреу менің балам дейді, екіншісі де менің балам дейді. Екі әйел Төле бидің алдына келеді ғой. Сол кезде ол қалай шешкен? Төле би айтады, ондай болса қазір мына баланы ортасынан қақ бөлеміз дейді. Қақ бөлеміз де екеуін әкетесің дейді. Сол кезде туған шешесі зар жылап жерге жата қалады. Болды, мен балама тиіспеңдер, мен алмаймын дейді. Сол кезде кімнің баласы екенін қайтеді, сол жерде анықтайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазір шынымен де сондай даналығы бар, шешендігі бар, көсемдігі бар билер жоқ болуы мүмкін, бірақ біз жоқ деп отырғанмен бізге ешкім әкеп бермейді. Енді қайтеміз, оны тәрбиелейміз. Тәрбиелеп, оны өзіміз тудыру керек, біз дайындауымыз. Себебі билердің сабақтастығы, билердің бұрыннан қалыптасып келе жатқан жүйесі жүзілгелі бір ғасырдан асып кетті. Мысалы, жаңа тарихи деректерге байланысты 1907 жылы ең соңғы реткі билердің жиналысы, жаңағы біздің мәжіліс жиналыстың атын білесіз ба? Бауырбас деген. Бауырбас жиналысы 1907 жыл соңғы рет Келіншектаудың бауырайында өтіп тоқтаған дейді. Бұны біздің бір керей атамыз, жаңа Құймақұлақ жазып, жаттап, ұрпағынан жаттатып отырған, кейін жаздырған. Сөйтіп бабалар өсиет деген кітап бар. Ол біздің Бақытжан Ұраншының қолында бар. Керек болса содан алып, одан алып оқысаңыздар болады. Сол жерде айтады, 1907 жылы Шар Русияның зұлымдығымен, жауыздығымен қайткен біздің ең мықты жүйемізді тоқтатқан, құртқан ғой, билер жүйесін. Сөйтіп тоқтатқанда, сонан бастап ақырын қазақ өзі сол Кенесары хан жаңағы шейіт болғаннан кейін 1947 жыл білесіз ғой. Содан бастап құлдықта болды. Сөйтіп 50 жылдан кейін қайтты қазақты тіпті де құрту үшін осы билердің жүйесін құртқан. Кейін бір ғасырдан кейін 1907 жылы. Қайтып 2007 жылы болады ғой, бір ғасыр. 2007 жылы сол атамыз тірі кезінде Келіншектаудың бауырайында бірінші рет өткізіпті. Бауырбас жиналысын. Кейін ол кісі қайтыс болып кетеді, ол арада үзіліп қалады да, қайтып 21 жылы мынау өткені. Көрдіңіз ба? Сондықтан енді билерді тәрбиелеу мәселесіне келсек, енді сіздің айтып отырғаныңызды мен онша түсінбедім, жаңағы әулиелердің басына бару, не. Енді ол барып Құран оқып, не қылу керек шығар. Бірақ ең бастысы қазіргі заманның билері шынайы халыққа жұмыс жасаймын деген адам болса болды. Оның мысалы керемет шешен болуы, ел бастайтын көсем болуы маңызды емес. Біз әзір осы елім, жерім дейтін адамдарды жинасақ болды бірінші. Одан кейін оны шешендік өнерге тәрбиелейтін ұстаздар табуға болады, тілін ұштартатын. Бастысы қазір елім, жерім деп жұмыс жасайтын адамдардың басын қосу, соларды біріктіру. Ол ең үлкен мәселе болып тұр қазір. Онан кейін қараңыз, біздің билердің арнайы, біздің өзіміздің мықты жазушыларымыз бар, мықты ел бастап жүрген ағаларымыз бар, тарихтан хабары бар. Сол кісілер ақылдасып, осы билер алқасы ақылдасып жазған билердің жарғысы бар.
соның ішінде де қаншама білім жатыр. Көрдіңіз ба? Сода бізге қазір біраз жұмыс жасауға жетеді. Енді осы кеше ғана ақылдастық, біздің алда жүйелі түрде 1 жылдық, 2 жылдық жоспарымыз жазылады. Мысалы, не істейміз деген жоспарлар. Солардың бәрі алға қойғаннан кейін біз әзір үлкен неге секірмей, әзір жайлап осы билердегі кім, әр облыстан, ауданнан сол адамдарды табу керек бізде. Тапқаннан кейін оларды тәрбиелеп алу қиын емес. Сөйтіп билер мектебін, билердің институтын, болашақта билер академиясы деген ол болады, Алла қаласа. Ал енді деген жаңа Ресей деп кеттіңіз. Жаңа жеті атаның басы қосқанда, бір атадан тараған жеті аталықтар. Біздің біразымыз Ресейде жүр. Ресейден келді, Ресейден шақырттық. Сіздер бұлай не қылдыңыз, іздедіңіздер ғой, бірінші ата, екінші ата, үшінші ата? Деген өзінің бір бас қосқан ағалар болды, солар істеген. Сіз қай ел боласыз, қай ру? Ру Байұлы, Тазру, Таздың руында Бекқұлдан тарайтын, Үйткүшік тарайды. 12 ата Байұлы, жарайды. Енді сол мен айтайын дегенім, Ресейдің қазақтарын тартуға болады келесі жылы. Бүкіл әлемдегі, мынау жақсы тақырып болды. Мынау біздің осы қазақ билер алқасының және бір үлкен мақсаты не? Болашақта бүкіл әлемдегі қазақ билері алқасы жұмыс жасайтын болады. Бұл біздің жоспарымыз. Мысалы, қазір арғы беттегі, Алтайдың ар жағындағы біздің бауырларымызды да өздерінің билерін сайлайды болашақта. Олар біздің бір аймақ ретінде сол жерде өздерінің елдің арасындағы мәселелерді шешіп, бізбен байланыс жасауға болады. Монғолиядағы, Ресейдегі, орыс, мысалы Ресейдегі байланыс жасай беріңіз. Одан Өзбекстанда қаншама қазақ бар, Қырғызстанда бар, Иранда да бар қазақтар. Болашақта осы билер алқасы, Алла қаласа, сол жерлердің бәрімен байланыста болады. Көрдіңіз бе? Сөйтіп бүкіл әлемдегі қазақтардың бір үлкен ұжымына айналуы мүмкін. Бұл біздің үлкен жоспарларымыздың біреуі. Ал енді бүгін бас қостық. Енді сол біздің арамызда оппозиционер болды. Кәдімгідей ұрандатып, билікке әңгіме айтып жүргендер арамызда болды. Қазір деген билік деген адамдар жиналса қорқады, шошиды. Бұндар не бүлдіріп жатыр деп. Мен артында кем жүр дейді, біреулер ағалар айтып отыр да. Негізі біз бәріне ортақ болу керек. Шындап келгенде билікке де тиімді болу керек біз болғанымыз. Оппозицияға да тиімді болу керек. Шетелде жүрген оппозицияларға да тиімді болу. Біздер ортақ болу керек біз. Біздер дәнекер болу керек. Біздер бас қосудың бірінші біздің мақсатымыз ол бас қосу болу керек, бірлік болу керек. Осы салада жұмыс істеу керек. Бізден ешқандай қорықпау керек билік. Әрине. Енді мынау би дегенге келетін болсақ, тура биде туған жоқ дейді. Туғанды биде иман жоқ. Біз бәріне есігіміз ашық, бірақ біздің жұмыстарымыздың барлығы жарғы бойынша болады. Біз айғайлап, ертең ойбай, қырамыз, жоямыз, бәленпай, төленпай деп бәленпайларға тіл тигізсек енді, біліп отырсыз ғой. Ол біздің болашағымыздың ұзаққа бармайтыны анық. Солай ғой. Біздің ұлы мақсатымыз айғаймен емес, өте мәдениетті түрде, өте ақылмен, ақылдасып, кеңеспен пішкен тон келте болмайды деп, үлкен мәселелерді де айғайсыз, шусыз жайлап түсіндіруге болады. Мысалы, билікте отырғанда қазақ. Дұрыс қой, жаңағы оппозиция дегеніңіз не біле? Жаңағы билікке қарсы сөйлеп жүрген. Ода қазақ. Жаңа белсенді болып айғайлап жүрген, дұрыс па? Ал жаңағы діни бағытты уағыз айтып жүрген молдалар да қазақ. Дұрыс па? Көшеде қайыртілеп жүргенде қазақ. Ойбай, біз қазақтың дінін ұстаймыз, тәңіршіміз деп жүргендер де қазақ. Қараңыз, енді қараңыз. Бәріміз қарға тамырлы қазақпыз.
осылардың бәрін басын қосатын әрине қазақ билер алқасы болса деймін. Билік бізден ешқашан қорықпайды. Қорықпасын да. Себебі біздің мақсатымыз не? Үкіметке пайдалы жұмыс қой. Көрдіңіз ба? Қарапайым халық бізге сену керек. Дұрыс, қараңыз. Сену үшін өздері сайлау керек те. Дұрыс айтасыз, қараңыз. Қазір шындықты айтатын болсақ, көп қарапайым халық, мысалы, өзіміз ғой, билікке сенбейді. Дұрыс па? Билікке сенбейді. Сенім жоқ. Қара, өйткені бұның барлығын біз тек қана бір басшадан көрсек, ол дұрыс болмайды. Мысалы, барлығын Тоқаев қитеріп тастау, ол дұрыс емес. Дұрыс па? Ол мүмкін жақсы жұмыс, жоспар қойып, айту мүмкін жоғары жақта. Қараңыз, жақ болмайды. Енді қараңыз, бірақ оны төмен жақта қанды құртатын уәзір дейді. Көрдіңіз ба? Қанды құртатын уәзір дейді. Жоғары жақта дұрыс саясат болғанмен, төмен жақта оны істейтін қазақ болмаса, қазаққа жаны ашитын адам отырмаса, ол іске аса ма? Аспайды. Енді қараңыз, мысалы, анда-санда бізде естіп қаламыз, қаншама қаражат бөлінеді аудандарға. Бірақ сол игерілмей қайтады дейді. Не деген масқара? Сіз ойлаңызшы, сізге миллион доллар берсе, сен оны пайдаланбасаң, ол не деген сөз? Анау естімейтін әкім отыр деген сөз. Мен Ермек Албанның Баспейдің бір сөзі қатты ұнады да. Сұхбатта. Бізді ешкім ойламайды қарапайым адамды дейді. Ойлана алмайды да деген әңгіме айтты да. Өйткені қазіргі байлар, миллионерлар, биліктің басындағы адамдар көбінесе басқа деңгейде жүр дейді. Біздің халімізді түсінбейді дейді олар. Біздер өзіміз алып шығу керекпіз халімізді. Олар айтады дейді, жақсылық істегісі келеді дейді. Бірақ халді түсінбегесін бізге жақсылық істей алмайды. Өздерінің деңгейінде ғана шешеді дейді өздерінше. Мен неге әкеле жатырмын? Мен қазақты қазақ қылатын ішкі дүниеміз ол жеті атаға жалғану, сыртқымыз ол деген қара шаңырақ. Мен тағы бір идея айтып кетейін осы жерде. Драматург болғасын мен фантазиям кетіп жатыр. Мен басымнан өткен бұл мәселе, хәл. Біздер, мен ауылдан шыққанмын, қарапайым шабанның баласымын, далада өскенмін, аттың үстінде. Қойшының баласымын. Қара шаңырақ болды ауылда. Қара шаңырақты сатып жіберді, мен мәңгіріп қалдым. Рас керек. Мәңгүрт болдым. Мәңгіріп қалдым. Қайда барарымды білмеймін да. Мен қазір деген Астанада жүрмін. Маған ешқандай шетелде қызық емес. Вот Құдай ұрсын да, вот. Шетелге де барғым келеді, мен деген далама барғым келеді, мен ат мінгім келеді. Мен міне алмаймын, мен соған қол жеткізе алмаймын. Ішім жылайды. Сондай қазақтар көп қазір. Қазір қазақ қылып қалдыру үшін қала мен дала байланыста болу керек. Дұрыс айтасыз. Әрбір әулеттің далада бір қара шаңырағы болу керек ауылда. Ауылда, Енді ол деген үлкен мәселе. Бірақ соны бір идеям бар, оны болашақта ашарым. Қазір уақыт таязда болып тұр да. Ол жоспарыңыз өте керемет екен, мысалы қараңыз. Ондай шешім бар. Мысалы, мен де біраз елдерде жүрмін да, шетелде де болдым. Сонда мен Қазақстаннан не нәрсені көргім келеді. Қазақстанның мысалы әуежайынан түскен кезде қазақтың иесі аңқып тұрса, алдыңда ең болмағанда бір кигіз үй сияқты бір ғимараттың болмауы да, кигіз үй формасында қараңыз, содан бір қазақтың оюларының болмауы көшеде. Біз басқаларға ұқсатып сала бергенбіз, 4x4 қып, 4x квадрат қып. Ондай бина жетеді, Қытайда да жетеді ол, Дубайда да жетеді. Айналайын, сен қазақтың қисайтып бір қаншатыр деп салып қойған. Ол қаншатыр олай болған емес. Қиқайған қаншатыр емес ол. Оның аты да дұрыс емес. Соны мен жаңа сіз айтқандай қазақтың қаласында және де даланың иесі болу керек. Мысалы, қалаға жақын жерде ат мінетін майдандар, кигіз үй тігіп, кәдімгі сенбі демалыста балалар барып садақ атып, көрдіңіз ба, қылыш тасып, бұрынғының бәрін еске алатын сондай орталар жаратып қою керек қой. Билік соны жасап отыр.
бірақ өз деңгейінде өзінің ақылы жеткенше жасап жатыр. Қазір халықтан сұрау керек, білмесе. Сүгірет тұрады ғой. Андай денесі ашық, омырауы ашық қыздар тұратын. Анан қарауға анау жыныстыққа дайын қатын анау тұрған. Енді ұят ананы қарауға. Қазір осы күні көшеде келе жатырып қарасам, кимешек кигенді қойған сүгірет. Бет бұрып жатыр соған. Бірақ өз деңгейінде өз ақыл жеткенше. Енді осының бәріне, мысалы, менің жек көретінім, ылғи да бір адамды болмаса билікті бір жақты кіналай беру дұрыс емес. Мына қараңыз, оларда адам, оларда пенде. Сен барып айт, дұрыс болмаса. Тыңдамаса, YouTube бар ғой, Instagramға сөзігі айт, мынау мен әкімге барып айттым. Осыны. Халық қандай басшы сондай болады. Мысалы, біз бір-біріміздің мінімізді, бір-біріміздің кемшілігімізді жайлап айтып, тура жолға салатын уақыт жетті. Өтірік мақтай берген бізді құртады. Әкімге барса да жағымпаз, билікке барса да жағымпаз. Сондан жағымпаздықтан қайтеді, басшылардың бәрі шатасып кетіп жатыр. Бұрынғы Бұхар жырау сияқты Абылайға, ей Абылай деп айтатын билердің жоқтығы осы мәселелерге апарып жатыр. Сондықтан болашақта мен айтайын деген, барша қазақ елі, қазақтың елге, жерге жұмыс жасаймын, қызмет қылам деген барша азаматтарына мен осы жерде үндеу тастайтын едім. Сіздер бізге келіңіздер. Біз жау емеспіз. Біз айғайлап көшеде жүретін жынды емеспіз. Біз өте ақылды, саналы, өте зиялы қауымды бірлестіріп, осы елдің кемтігін толтырып кеткенін келтірейік деген мақсат біздікі. Соған барлықтарыңыз атсалысу керексіздер. Сөзіңізді қолдап кеткім келіп отыр. Сырттан комментарий жазып, бұл деген жаңағы көне апарады деген. Егер де сіздің ақылыңыз асып жатса, келіңіз, ақылыңызды қосыңыз. Бәріміз бір қазақпыз. Пікір айтыңыз. Сыртынан сын айтқанша, келіңіз, есік ашық қой. Араласыңыз. Айтыңыз ойыңызды. Идеяңыз болса, идеяңызды тастаңыз. Біздер бәріне есік ашық. Мен жаңадан танысып жатырмын. Дұрыс. Солай, мынау үйде тұрып салғанша саруайын деп бір өлең бар ғой. Сол сияқты біз мынау қазақ ұл туған кезде не деп қуанады, білесіз ба? Не үшін, қалай бөрі күн аспанға атып қуанады? Өйткені ұл туған кезде қазақ елді қорғайтын, елдің шетіне қорған болатын батыр туды деп қуанған. Қазақ ұл туғанда. Қыз туғанда не деп қуанған? Қыз туғанда іргеміз кеңейіп, керегеміз кеңейеді. Ұл туатын, болашақ батыр ұл туатын қыз келді деп қуанған. Қазір өкінішке орай қараңыз, біздің ұлдарымыз да осы ұлы мұратты ұмытқан. Тек қана күнделікті күйбеңнен, тірліктен аса алмай жатырмыз. Жан бағып, ақша тапқаннан аса алмай жатырмыз. Елдің тірлігі, ұлттың болашағы бізге маңызды болмай қалды. Отбасының тағдыры бірінші орында. Бұл үлкен қателік, қараңыз. Егер елің бұзылса, сенің отбасың бірге бұзылады. Қоғам бұзылса, сіздің отбасыңызды сақтап қалу мүмкін емес. Сондықтан бүкіл азамат болып, қайту керек, осыған атсалысу керек. Көшеде қазақтың екі қызы тыржалаңыш кетіп бара жатса барып айту керек. Айналайын қарындасым, бұлай дұрыс емес қой. Сен қазақтың қызысың ғой деп. Қазақтың екі кішкентай ұлы темекі шегіп бара жатса, оған да барып біз айту керекпіз. Айналайын бауырым, болашақ менің елімнің иесісің сен. Сен неғып темекі шегесің? Қараңыз, болашақ екі қазақтың баласы орысша сөйлесіп бара жатса, олар бауырларым, сендер қазақсыңдар ғой. Сіздер аналарыңыздың ақ сүтімен келген тілдеріңізді сыйламасаңыздар, қайтып еліңізді сыйлайсыз. Қайтып сен жұртыңа қызмет жасайсың. Қылаяғы сөзің анаңның ақ сүтімен келген тілін құрметтемей тұрсаң деп, біз бір-бірімізді тектеп айтып, тура жолға салмасақ, бізді билікте келіп өзгерте алмайды, бізді Америкадағы өзгерте алмайды, ешқандай нәрсе бізді өзгерте алмайды. Тек қана қазақ өзін-өзі өзгертеді, өзін-өзі тура жолға салады. Әрбір халықтың да өзінің жолы бар. Әрбір адамның да өзінің жолы бар. Айналып келгенде.
Ал осымен бүгінгі тамамдайық па? Иә. Рахмет болған екен. Құрметті көрермен, енді Құдай қаласа тағы да келерсіз. Иә. Онда деген осы билер кеңесінде қандай бір өзгерістер, қандай жұмыс болып жатады, мен сұхбат жазып тұруға тырысам. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз. Егер де келіп қатысамыз десеңіз, есік ашық. Енді осымен бүгін аяқтайық. Енді мен өзімнің қазір билер алқасындағы жұмысымды айта кетейін. Менің қазір билер алқасындағы жұмысым республика бойынша, осы қазақ елі бойынша ұйымдастырушымын. Мен сол айтып отырмын. Басында мен ұйымдастырушымын, сіз өзіңіз де білесіз, бірнеше ретке жаңа жиналысты жүргізіп, сол жерде басқарып не істеп жатырмыз. Сондықтан керек болса мен өмірімді берейін, сіздің сұхбатыңыз. Телефоныңызды жазып қойыңыз. Телефонымды жазып қойыңыз, сосын маған хабарласын, бүкіл қызыққан, тіпті қарсы пікірде болған, мейлі бәрібір бізге керегі немқұрайды болмаса болды. Я бізге қарсы болсын, біздің мінімізді айтып, біздің кемшілігімізді түзетуге әрине біз қарсы емеспіз. Ал құптағандар әрине ол жақсы. Ал ешқандай елемей қою ол өте қорқынышты. Сондықтан немқұрайды болмай, я атсалысыңыз, я қарсы болыңыз, біз оған ешқашан қарсы емеспіз. Сондықтан мен барша Алаштың азаматтарын айтарым, мынау қазақ елі, дұрыс па? Қазақтың бір басына ерекше бір бақыт күн орнап тұрған кез. Енді осындай еркін кезде сөзіңді сөйлеуге еркіндігің бар, жазуға еркіндігің бар, ойлауға еркіндігің бар. Не істеуге де еркін кезде біз өте мәдениетті түрде, сауатты түрде қазақ елін өркендетуге әрбір азамат атсалысу керек, қолынан келгенше. Рахмет. Жақсы, амандық болсын. Амандық болын, амандықта кездесейік. Алла тағала баршамызға тек қана жақсы күндер нәсіп етсін. Әмин.